Бастаймыз. Құрметті ауыл тұрғындары, Ақтөбе компаниясының өкілдері, бүгінгі тәртіпке сәйкес 2025 және 2034 жылдарға арналған көпір технологиялық бәсекелестік көздерінен атмосфералық ауаға ластаушы заттардың жол берілетін шығындылары нормативтерінің жобасы бойынша өткізілетін қоғамдық тыңдаудың бағдарламасы. Бүгінгі күн 22 мамыр 2025 жыл. Бүгінгі тыңдаудың хатшысы Тылышбаев Ғабит Надырбаевич. Компания жауапкершілігі шектеусіз компания жауапкершілігінің инженер-экологы. Бүгінгі регламентке сәйкес бірінші қоғамдық тыңдау қатысушыларын тіркеу, екінші жергілікті атқарушы орган өкілінің кіріспе сөзі, қоғамдық тыңдау хатшысын сайлау, баяндамашыны тыңдау, сұрақтар мен жауаптар және пікір алмасу, және де қоғамның тыңдау хаттамасын қабылдау. Құрметті қоғамдық тыңдау қатысушылар, өздеріңіз білесіздер, 57 октябрь кен орнының жер асты жөндеу подземный разработка бастайтын болған. Сол бойынша қоғамдық тыңдау өткізілді. Енді осыған сәйкес осылар жұмыстарға бастауға эмиссиялар үшін рұқсат керек. Сол себепті шектеулі рұқсат етілетін шығарындылар нормативтері әзірленді. Осы бойынша келіп отырып, енді қысқаша баяндамамды айтып өтейін. Кен орнын білесіздер, Көктал ауылынан батысқа қарай 1-2 шақырым қашықтықта орналасқан, жақын орналасқан Ор өзенінің оңтүстік батысқа қарай 1,5 шақырым қашықтықта. Сонымен қатар Авангард, Весенарачинский, Құндызы кен орындары бар. Кәсіпорынның негізгі қызметі 57 октябрь кен орнынан пайдалы қазбаларды өндіру. ШРШ жобасы 1-ші санаттағы объектілерге рұқсат алу мақсатында әзірленген. Қазіргі таңда кен орнынан қазбаларды өндіру барысында атмосфералық ауаға ластаушы заттар бөлуші 20 көз анықталған, оның 8-і ұйымдасқан, 13-і ұйымдаспаған. Енді атап өткен жылдар бойынша 25 жылы 31-де 2 тонна жылына, 26-да 38-де 1, 27-де 44-де 3, 2028 жылы 65-те 0,1, 29-76, 30 жылы 87-де 5, 31 жылы 87-де 5, 32-де 91-де 4, 33-де 92, 2034 жылы 129-да 2 тонна ластаушы заттар бөлінеді. Атмосфералық ауаға 13 атаулы және 1 жиынтық топ ластаушы заттар бөлінеді. Енді шаршы нормативтер жобасы эра бағдарламалық кешенінің орындалған. Және осы бағдарламаның орындау барысында барлық ингредиенттер бойынша шашырау есебі келтірілген. Шашырау есебіне сәйкес кәсіпорынның әсер ету аймағы шекарасында ластаушы заттардың рұқсат етілетін нормадан аспайтынын көрсетті. Және шығарындар рұқсат етілетін мөлшер ретінде қабылданды. Санитарлық қорғау аймағы 300 метр. Жақын орналасқан тұрғын аймақ пен кәсіпорын шекарасында атмосфералық ауа сапасы бақылау мен нормалау үшін осы жобамен әзірленіп қабылданған. Осындай шаралар қабылданған. Бірінші шашырау есебі, екіншісі ластаушы заттардың шығарындылар нормативтері 2025-34-ке арналған. Шығарындар көздерінде әсер ету аймағы шегінде және бақылау нүктелерінде ШРШ нормативтерін бақылаудың жоспар кестесі ұсынылды. ШРШ-ға жету жылы 2034. Осы жобамен сондай-ақ өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы қарастырылған. Бақылау бағдарламасы ластаушы заттардың нақты көлемін есептік және инструменталдық әдіспен жылына 1 рет, екінші немесе 390-да және тәулігіне 3 реттен жүргізіп отыру қарастырылды. Топырақ құрамын, судың құрамын мониторинг жүргізіліп, инструменталдық әдіспен жүргізіп отырды 90 сайын. Сондай-ақ радиациялық қауіпсіздік мақсатында тікелей инструменталдық әдіспен 390-да жүргізіледі.
сондай-ақ қалдықтарды басқару бағдарламасы қарастырылған. Жалпы қалдықтар арнайы бетондалған орындарда, контейнерлерде, ыдыстарда уақытша сақталып, толған мезгілде келісімшарт бойынша арнайы кәсіпорындарға жіберіледі. Лицензиялары бар. Утилизацияға, қайта істеуге, қайта өңдеуге. Жалпы көлемі 132,5 тонна жылына қалдықтар түседі. Бұлар ішінде құрамында сынабы бар люминесцент шамдар, аккумуляторлар, доғалақтар, металл сынықтары, электрод тұқылдары және тағы басқа қалдықтар түзіледі. Сонымен қатар қоршаған ортаға әсерді төмендету мақсатында іс-шаралық жоспар қарастырылған. Мұнда келесідей жұмыстар қарастырылған. Жарылыс жұмыстары барысында ұңғымалардың гидрозагогасын пайдалану, тазарту жұмыстары барысында жарылатын блоктарды тазарту, өту жұмыстары барысында жарылатын блоктарды суару, шпурларды бұрғылау, ұңғымаларды бұрғылау барысында гидрошаң басу жұмыстарын жүргізу, тиеу түсіру жұмыстары барысында тау-кен массаларды суару, шаңды төмендету мақсатында рудан автокөліктерін тасымалдау барысында жауып жүру қарастырылған. Жалпы ластауыш заттар шығарындыларын модельдеу нәтижесі әсер ету аймағы шегінде кәсіпорынның регламентке сәйкес істеген жағдайында атмосфералық ауа сапасы барлық заттар бойынша қалыпты мөлшерде болатындығын көрсетті. Былай айтқанда айтарлықтай зияны жоқ. Және нормалар берілген болады. Қысқаша баяндама болса, енді сұрақтар болса. Жауап болса. Қандай өтініш? Дауысқа салынды. Регламент бойынша егер сұрақтар болса, жауап беріңіз. Tamam kaldı değil mi? Қоғамдық жауап деп жарияланса айтыңыз. Қоғамдық да жауап